күн балалар, бүгінгі сабағымыз табиғат аясында өзіңді қалай ұстау керек деп аталады. Сен бүгін іс-әрекет ережесімен танысатын боласың. Алдымен табиғат бізге не береді? Табиғат аясы біздің өмір сүріп жатқан жасыл үйіміз. Жазғы демалыста серуенге шығамыз. Біз құстар, жануарлар мекендейтін әлемге енеміз. Олар жасыл ағаштар мен алуан түрлі өсімдіктердің аясында өмір сүреді. Жасыл үйде біз өзімізді дұрыс ұстау ережесін қарастырып көрейік. Жасыл үйде біз табиғатты аялау керекпіз, бүлдірмеу керекпіз. Сен парталасыңмен бірге немесе досыңмен бірге серуенге шыққан кезінде тамақ қалдықтарын не істейсің? Досыңмен бірге әңгімелесіп көр. Сосын оқулығында 97-ші бетте түрлі суреттер тұр. Орманда жүргенде істеуге болатын және болмайтын қауіпсіздік ережелерін қарастырып көрейік. Бүгінгі сабақта біз табиғат аясында өзімізді қалай ұстау керек, нені қорғау керек екенін білетін боламыз. Мына суреттерге мұқият назар аудар. Енді мына мәтінді тыңдап көр. Кімнің әрекеті дұрыс, кімнің әрекеті дұрыс емес және неліктен дұрыс емес екенін қазір бірге талқылап көрейік. Балалар орманға үлкендерсіз келді. Үлкен алаңқайға келе жатып, олар қатты музыка тыңдады. Тоқтаған жерде бұтақтарды сындырып, әрең от жақты, ойнады, тамақ ішті, пакеттер мен құтыларды шашып тастап, тоқ, көңілді күйде үйге қайтты. От жаққан жердегі шоқтар жылтырап жатты. Алаңқайда кішкентай кірпіні тауып алып, анасы тастап кеткен болар деп өздерімен ала кетті. Құшақ-құшақ орман және дала гүлдерін жинап алған балалар үйлеріне қайтты. Енді қалай ойлайсыңдар? Балалар табиғатта дұрыс демалды ма? Табиғатта өздерін дұрыс ұстады ма? Өздерін дұрыс ұстау үшін олар нені білу керек еді? Досыңмен немесе парталасыңмен осы сұрақтарға жауап беріп көрші. Ал сен орманға демалуға барсаң, осы әрекеттерді жасар ма едің? Өте жақсы. Ата-бабамыздың табиғатты аялағанын есіңнен шығарма. Олар өздерін жер ананың баласымыз деп санаған. Сендер де осы жер ананың баласысыңдар. Сондай-ақ табиғатпен үйлесімде өмір сүруге тырысқан, табиғатқа зиян келтіретін әрекеттерге жол бермеген. Жер біздің ортақ үйіміз. Жер шарын қорғау керекпіз. Табиғатқа шыққанда тіршілік иесіне қамқорлық жасауды ұмытпа. Дәптеріңізде табиғат бізге не беретіні жайлы кластер тұр. Мен сызбасын сызып қойдым. Енді сен айналасына табиғаттан сен не алып жатырсың? Ойланып, досыңмен бірге ақылдасып, жазып көр. Осы кластеріңді мұғаліміне немесе маған жолдасаң болады. Олар біз өзімізге қажет заттың барлығын, тіпті жұтып жатқан ауамызды да, жеп жатқан тамағымызды да, киіп жүрген киімімізді де табиғаттан аламыз. Ал сен кластерге не жаздың? Достарыңа көрсетіп, ойыңды, пікіріңді нақтылап ал. Енді мына шартты белгілердің мағынасын жазып көрейік. Бірінші шартты белгі жәндіктерді өлтірме деп тұр. Екіншісі гүлдерді, ағаштарды сындырма, гүлдерді жұлма деп тұр. Үшіншісі өсімдіктерге зиян келтірме. Төртіншісі түрлі жемістер мен жидектерді ормандағы орынсыз шашпа деп тұр. Ал сен қалай ойлайсың бұл шартты белгілердің мағынасын? Сен не деп жаздың? Менімен бөлісуге дайынсың ғой? Мен сенің ой пікіріңді білгім кеп тұр. Енді парталасыңмен немесе досыңмен бірге жорыққа шыққанда қандай ережені есте сақтар едің? Ең алдымен табиғатты ластама, орманда айғайлама, құстың ұясын бұзба, қатты сөйлеме, шулайтын ойындарды ойнама. Орман мекендеушілердің мазасын алма, музыка қоспа, құстың ұясын бұзба, гүлдерді жұлма. Ал сен қандай ереже қосар едің? Мына бір шартты белгі табиғатты аялайық деген сурет. Сен парталасыңмен бірге осындай
табиғатты аялау туралы бір сурет, шартты белгі ойлап суретін салып көр. Балалар, бүгін біз табиғат аясында өзімізді қалай ұстау керек екенін білдік. Түрлі ережелер құрастырдық, шартты белгілермен таныстық, өзіміз шартты белгі салдық. Егер сен бүгін барлық тапсырмаларды тамаша орындаған болсаң, мына ағаштағы алмаларды қызыл түске. Егер тапсырманы орындай алмаған болсаң, алмаларды жасыл түске боясаң болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.